Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сендер экранда көрсетілген суреттерді мұқият қарай отырып, өткен сабақпен байланыстырып, жаңа сабақтың тақырыбын болжап көрсеңдер. Сонымен бүгінгі сабақтың тақырыбы Қырым соғысының себептері мен салдары. Оқу мақсаты 18-19 ғасырдың ортасындағы халықаралық қатынастардағы өзгерістерді сипаттау. Сабақ мақсатына келер болсақ, Қырым соғысының шығу себептерін түсіндіру, соғыстың барысы мен негізгі оқиғаларын сипаттау, соғыстың салдарын бағалау және қорытынды жасау. Тарихи концепт себеп салдар, бағалау критерийлері. Қырым соғысының себептерін анықтайды, соғыстың салдарын талдайды. 19 ғасырдың ортасында Қырым соғысына байланысты халықаралық қатынастардың табиғатындағы өзгерістер туралы қорытынды жасайды. Құндылықтар, ынтымақтастық, тарихи сананы қалыптастыру. Жаңа сабағымызға қажетті терминология тоқталар болсақ, шығыс мәселесі. 18 ғасырдың аяғынан 20 ғасырдың басына дейінгі кезеңде Осман империясының әлсіреуіне байланысты туындаған халықаралық саяси, дипломатиялық және әскери қайшылықтар. Сонымен қатар католик шіркеуі, православие шіркеуі, қасиетті жерлер секілді негізгі ұғымдар тақырыпты түсінуге қажет болары сөзсіз. Енді соғыстың шығу себептеріне келер болсақ, ол жайлы ұлы педагог Ыбырай аталарынан сұрап көрелік. Сәлеметсіңдер ме, білімге құштар оқушылар. Мұқият тыңдасаңдар, мен сендерге Қырым соғысының себептерін қысқаша айтып берейін. Ресей Қара теңіз, Босфор және Дарданелл бұғаздары арқылы таяу шығыстағы ықпалын күшейткісі келді. Бұл Англия мен Францияның стратегиялық мүдделеріне қауіп төндірді. Осман империясының жоғалтқан жерлерін қайтаруға және Балқан мен Закавказьеде өз ұстанымын күшейтуге ұмтылысы да соғыстың болуына себеп болды. Осындай бірнеше себептерге байланысты тұтанған соғысқа түрткі болған оқиға дінге байланысты болды. Яғни Иса пайғамбардың туған жер деп саналатын Вифлеем қаласында орналасқан шіркеуге қатысты діни бақылау мәселесі Ресей мен Франция арасында шиеленіс туғызған болатын. Бұл орындарда католиктер мен православтар арасында ұзақтан бері келіспеушіліктер болған. Бұл жер Осман билігінде болғандықтан олар Францияны қолдап, Ресейдің талабын қабылдамады. 1853 жылы Ресей Осман империясына православие дініндегілердің құқықтарын арттыруды талап етті. Түріктер бұл талапты орындаудан бас тартты. Жауап ретінде Ресей Молдавия мен Валахияға әскер кірісті. Сөйтіп 1853 жылы 4 қазанда Осман империясы Ресейге соғыс жайлады. Бұл соғыс тарихқа Қырым соғысы атауымен енді. Соғыс қарсаңында Ресей патшасы 1 Николай Осман империясын ауыр халдегі науқас адам деп есептеді және жеңісті оңай иеленем деп үміттенді. Түрік иеліктерін уәде ету арқылы Англиямен келісуге болады деп ойлады. Франция революциядан кейін әлсіреген, ал Пруссия мен Австрия 1948 жылғы революцияларды басуға Ресейдің қатысқаны үшін араласпайды деп сенді. Бұл соғыс екі кезеңнен тұрды. Алғашқы 1853-54 жылдарды қамтыған соғыс екі майданда басталды. Бірінші майдан Балқан түбегінде, бұл жерде жекелеген соғыстарда екі жақ айтарлықтай жеңіске жете алмады. Екінші Кавказда болған майданда алғашында түрік әскері басым танытқанмен олардың шабуылын орыс әскері тоқтатты. Түріктер Карс түбінде жеңіліске ұшырады. Бұл кезеңнің ең ірі шайқасы Қара теңіздегі Синоп түбегінде болды. 1853 жылы қарашада болған шайқаста Нахим бастаған орыс флоты түрік кемелерін жылдам жеңді. Бұл оқиға Европада үлкен дүрбелең тудырып, Ресейдің әрекеті қатыгездік ретінде бағаланды. Осман билігі Европа державаларымен одақтасуға мәжбүр болды. Англия мен Франция Осман империясымен әскери құрып, 1854 жылы Ресейге қарсы соғыс жариялады. Сөйтіп, соғыстың екінші кезеңі басталды. 1854 жылы қыркүйекте одақтастар Қырымға әскерін кіргізді. Олар Ресейдің Қара теңіздегі басты тірегі Севастопольге қарай шабуыл бастады. Жау жолын бөгеу мақсатында орыс әскері Севастополь маңында өз соғыс кемелерін суға батырды. Кемедегі қаруларын алып 10 мың орыс жауынгері қаланы құрықтап қорғауға кірісті. Севастополь қоршауы Қырым соғысының ең ұзақ әрі шешуші кезеңі болды. Бұл қоршау 1 жылға созылды. Одақтастар қаланы құрлықтан және теңізден атқыласа да, Ресей әскері жанкештілікпен қорғанды. Қалада траншеялық соғыс, артиллериялық дуэлдер және санитарлық дағдарыс орын алды. 1855 жылдың жазында одақтастар шабуылды күшейтіп, Малав қорған басып алды. Бұл Севастопольдің тағдырын шешкен сәт болды. Севастопольдің құлауы Ресейдің Қырым соғысындағы жеңілісін айқын көрсетті. Қырым соғысында Ресейдің жеңіліс себептеріне келер болсақ, оның бірнеше себептері болды. Атап айтар болсақ, Ресейдің экономикалық дамудың төмен деңгейде болуы, әскери техникалық артта қалуы, ескірген қару-жарақ, темір жол көлігінің болмауы, бу кемелерінің де болмауы, сонымен қатар әскерді нашар қамтамасыз ету жеңілістің басты себептері болды. Соғыстың басты нәтижелерін шығару мақсатында 1856 жылы Париж бітім шартына қол қойылды.
Ол бойынша Қара теңіз бейтарап аймақ деп жарияланды. Ресей мен Осман империясында онда әскери флот пен бекініс ұстауға тыйым салынды. Осман империясының аумақтық тұтастығы мен егемендігі халықаралық деңгейде мойындалды. Ресей Бессарабияның оңтүстік бөлігін Осман империясына қайтаруға мәжбүр болды. Христиан халықтардың құқықтарын қорғау мәселесі барлық державалардың ортақ міндеті ретінде қарастырылды. Бұл Ресейдің дін жерлеумен араласуына шектеу қойды. Париж бітім шартыменен аяқталған Қырым соғысының халықаралық қатынастарға әсері зор болды. Осман империясы дағдарысқа ұшырап батыс елдеріне тәуелді болды. Англия болса Осман империясынан Мысыр тартып алды. Парсы жағалауында үстемдік етті. Ресей болса халықаралық бедел түсті. Балқан түбегін ықпал етуден айырылды. Ал Франция Осман империясынан Алжир мен Тунисті тартып алды. Сонымен қатар Қырым соғысын тек әскери қақтығыс емес, соғыс жүргізу әдістерінің эволюциясы ретінде тарихта қалғанын атап өтуге болады. Мысалы, Қырым соғысында телеграф алғаш рет әскери байланыс құралы ретінде қолданылды. Бұл командирлерге шешім қабылдауды жеделдетуге мүмкіндік берді. Қырым соғысы алғаш рет фотография арқылы құжатталған әскери қақтығыс. Бұл қоғамға майдан өмірін шынайы түрде жеткізді. Флоренс Найтингейл Қырым соғысында санитарлық жағдайды жақсартып, медбикелердің рөлін арттырды. Бұл әскери медицина тарихындағы бетбұрыс болды. Енді кезекті бүгінгі тақырыпқа қатысты тапсырмаға берсек. Алғашқы тапсырма сәйкесін тап. Төменде көрсетілген дескриптивті басшылыққа отырып, сендер Қырым соғысына қатысушы басты елдердің көздеген мақсаттарын табуларың қажет. Бұл тапсырманы Learning Apps білім платформасында орындауды ұсынамын. Тапсырма орындауды бастайтын болсақ, соғысқа қатысушы негізгі 4 ел бар. Ол Ресей, Осман империясы, Англия және Франция. Әр мемлекеттің өздерінің алдына қойған мақсаттары болды. Бірінші біз Ресейден бастайтын болсақ, Ресей әрине соғысты бастаушы. Ол Осман империясының әлсіреуін пайдаланып Балқан түбегінде ықпалын күшейтуді көздесе, Осман империясы батыс державаларын қолдауынан сүйеніп Ресейдің экспансиясына қарсы тұруды көздеді. Англия болса өз алдына Ресейдің таяу шығыстағы және Балқанда ықпалын шектеуді мақсат ретінде қойса, Франция болса католик шіркеуінің Палестинадағы қасиетті орындарындағы мәртебесін қорғауды мақсат ретінде тұтты. Енді осы берілген орындалған тапсырманы дұрыс бұрыстан тексеру үшін қарайық. Барлығы да дұрыс сәйкес тапқан екен. Тапсырма орындалды. Сабағымыздың келесі тапсырмасы Қырым соғысын салдарын анықтауға бағытталған тест талдау. Бұл тапсырмада Қырым соғысының саяси, экономикалық, әлеуметтік және технологиялық салдарын анықтауларын керек. Әр бағыт бойынша нақты дәлелді деректер келтіріп, толыққанды жауап береді деген сенімдемін. Бүгінгі жаңа тақырыпты бекітуге бағытталған сыни сұрақтарға жауап берсеңіздер. Бірінші сұрақ: соғыстың негізгі себептері қандай? Келесі сұрақ: соғысқа түрткі болған оқиға қандай? Үшінші сұрақ: Париж бітімі шарты соғысқа қатысушы қай елдерге тиімді болды? Төртінші сұрақ: Ресейдің соғыста жеңілу себептері қандай? Және соңғы сұрақ: Қырым соғысынан кейін халықаралық қарым-қатынас қалай өзгерді? Келесі кезекті кері байланысқа берсек, соғыс туралы оқиғалар желісін ой елегінен өткізе отырып, бұл оқиға бізге не үйретеді деген сұраққа интерпретация жасаңыз. Құндылық: тарихи сана қалыптастыру, оқиғадан сабақ алу. Бұл сұраққа болжамды жауап нұсқасын ұсынатын болсақ, ұлттық мүдде мен тәуелсіздік ұғымы. Соғыс барысында Балқан халықтарының азаттық қозғалыстары күшейді. Бұл ұлт азаттық күрестің тарихи маңызын түсінуге, өз елінің тәуелсіздігін бағалауға жол ашады. Келесі халықтың рөлі мен зардаптары. Қарапайым халықтың соғыстан көрген азабы, Севастополь қоршауы, аурулар мен аштық әлеуметтік тарихты еске салады. Бұл тарихи сананы гуманистік тұрғыда қалыптастырады. Соңғы болжам жауап нұсқасы ол тарихи сабақтар мен сыншыл көзқарас. Қырым соғысы Ресейдің жалғыз қалуы, дипломатиялық қателіктері тарихтан сабақ алуға, шешімдердің салдарын бағалауға үйретеді. Сабағымызды қорытындылайтын болсақ, Қырым соғысы тарихтағы маңызды оқиғалардың бірі, оның нәтижелері қазіргі заманға дейін әсер етіп келеді. Бұл соғыс халықаралық қатынастардың дамуына жаңа бағыт берді.
Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.